Саламатсыздар, қадірменді көрермен. Жәдігердің бүгінгі саны қазақ сахнасының абайы, қозысы, алшағыры, шоқаны болып көрерменнің ыстық ықыласына бөленген Қазақстанның халық әртісі Әшірәлі Кенжеевтің Бикен Римованың Абай әйгеріміндегі Абай сахналық киімі және де талантты суретші Сәрсенбаев жазған портреті жайында болмақ. Әшірәлі Кенжеев оңтүстік Қазақстан облысы Келес ауданы Көлтоған ауылында дүниеге келген. Иә. Бала кезінен домбыра, гитара, мандолина тартып, ән салуға құмар жас бала 1964 жылы Алматы қаласы Құрманғазы атындағы өнер институтына келіп түседі. Бәрекелді. Оны театр факультеті, актер бөлімі, КСРО халық әртісі, мемлекеттік сыйлығының лауреаты, профессор Хадиша Бөкееваның классында оқып жүргенде Мұхтар Әуезов театрына актер ретінде жұмысқа қабылдаған. Керемет. Әшірәлі Кенжеевтің биік тұлғасына тәнті болған белгілі суретші, Қазақстан суретшілер одағының мүшесі Сәрсенбаев осындай майлы бояумен кенепке жазған Абай образындағы актердің портретін арнайы біздің театрымызға сыйға тартқан болатын. Майра, біздің театрымыздың музейінде сақталған мына Бикен Римованың Абай әйгеріміндегі Абай сахналық киімі. Иә. Түр тұлғасы келіскен, жан дүниесі кең актердің болмысын көрсетіп. Керемет. Қайран елім қазағым, қайран жұртым деп туған Абайдың ішкі жан дүниесін қайғысын көрді. Бәрекелді. Саналы ғұмырын ұлттық өнердің қара шаңырағы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық театрына арнаған, сол театрдың келі сахнасында көптеген шығармалары бір төбе. Ол сомдаған Ғабит Мүсіреповтің Қозы көрпеш баян сұлуындағы қозысы, Мұхтар Әуезовтың Қара қыпшақ қобландыдағы қобланды, Айман Шолпандағы Көті бар батыр, Еңгілік кебектегі Кеңгірбай, Бикен Римованың Әйгерім мен Абай спектакліндегі Абай образы, Сәбит Мұқановтың Шоқан Уәлихановындағы Шоқаны және де көптеген образдары, мінез болмысы әрқилы, бір-біріне ешқандай ұқсамайтын ұлттық ділі мығым дара кейіпкерлер. Иә, Майра, театр ұжымына, жалпы көрерменге, өнер қауымына, өзінің образдарымен, өзінің ішкі жан дүниесінің кеңдігімен танылған біздің күнгі кейіпкеріміздің шығармашылығы болашақ жастарға, яғни бізге үлкен сабақ болады.